Хей, сен қашан жетістікке жетесің? Жетістік, сәттілік, табысқа жету сөздері санаңда жаңғырып тұр. Бірақ қолыңнан ештеңе келмей ме? Жадыңа сақта, сәттіліктің қос қанаты бар. Олар тәуекел мен мүмкіндік. Иә, тәуекел ет, мүмкіндікті жіберіп алма. Болды, жетістіктің бар формуласы осы. Ал бұларды түйсіну үшін мыналарды түсін. Ісің неге алға баспайды? Неге бай емессің? Неге танымал, неге абыройлы, неге құрметті емессің? Жауап берші. Айнаға қара, өзіңді алдамашы. Бұның бәріне негізі тек өзің ғана кінәлісің. Немесе өзің ғана бәрін өзгертесің. Жетістік үшін құрбандық бердің бе? Тышқан қақпанға түсу үшін ірімшікті, балық қармаққа іліну үшін жауын құртын құрбан етеміз ғой. Сенің құрбандығың жетістігіңнің деңгейіне қарай әртүрлі болады. Бастысы құрбандық беруден қорықпа. Өзіңді аяма. Болашақтағы өзіңді шын аясаң, қазіргі өзіңді ештеңеден аяма. Иә, аясаң аяма. Өзіңді қамшыла. Мойындаш, қамшы тимеген ат шаба ма? Газы басылмаған көлік жүре ме? Қамшы әркімге әрқалай. Біреуге мақтау, біреуге боқтау, біреуге сынау, енді біреуге бірер шапалақ. Не өмірдің сабағы. Қиын жолдарды таңда, сонда бәсекелестерің болмайды. Арландармен алысып, тұлпарлармен жарысып, палуандармен жығысып, батырлармен шабысып өскендер ғана ер болады, өр болады. Ездермен ерегісіп, есекпен жарысқаның ерекшелігің емес. Ертеңгі пайдалы зона комфортаға жетем десең, бүгінгі зона комфортадан шық. Зона комфорта негізінде зона комфорта емес екенін ұқ. Уәде бер. Құдайға, адамдарға, өзіңе берген уәдеден бастап орында. Өзіңе орындата алмасаң, өзгенікін орындай алмайсың. Өзгенің алдында уәдесін бұзғанды Құдай да сүймейді. Ел қызығатын жетістікке жеткендерге қараш, бәрі де сен сияқты. Сенің жасыңда, сенен төмен жағдайда олар қалай дамыды? Олар бұған қалай жетті? Фокус қой. Сенің мақсат жолыңнан адаса беруің, жоспарыңның орындалмай қалуы, ісіңнің алға баспауы бар зейініңді сол мақсат жоспарыңа бұрмауыңнан. Ойыңды, сөзіңді, көзіңді беталды ұсақ нәрселерге бөле беруіңнен. Фокус қой. Үнемі бір жерге тамған тамшы тасты теседі. Мотивацияға әбден тойып алып диваннан тұрмау, сол бұрынғы қалыпта қала беру сені ақыл естуден жалықтырады, күйзеліске түсіреді. Мойындашы, есі дұрыс, бақытты, бай, чемпион болғысы келгендердің бәрі де мотивация іздейді. Тыңдайды, көреді, құнды кітаптар оқиды, мықты фильмдер қарайды. Бірақ іске асыратындар аз. Міне, солар жетеді. Мың данышпанның миллион қанатты сөзін жаттап алғаннан, жай ғана жаныңа жақын бір ғана сөзді түсініп, соған сай амал етіп, іске асырған әлде қайда тіпті 100 есе артық. Егер болашағыңа керектіні білу үшін пайдалы ақпараттың ақысын беріп шығын шығармасаң, білімге төлемесең, ақымақтығыңа, қателігіңе одан да көп төлейтін боласың. Сен өзіңе, басыңдағы проблеманың ішінде тұрып емес, алыстан, сырттан қара, биіктен қара. Сонда ғана ашуыңды басасың, мәселенің мән-жайын анық түсінесің, дұрыс шешім қабылдайсың. Қара жұмыстың уақыты өтті, заман жаңа. Заманауи бол, меңгер, икемдел. Дәл қазір ақша табудың жолы өте көп. Тек істің ебін тап. Мақсат қой, алға қадам бас. Алға деймін, артқа тартатын, адастыратын өзгелерді тыңдама. Неге тыңдайсың? Сенің мақсатың алдыда ғой. Алдыға қара, алға қадам бас. Алға. Оларда мақсат жоқ. Олар ештеңеге жете алмаған. Сол үшін сенің жеткеніңді қаламайды. Ал сен оларды бұзып өт. Өзгенің сөзінің, қорқақтықтың, жалқаулықтың жаман ордасын бұзып өт. Ондай мықтылар өте аз. Сен солардың бірі бол. Жең, жет, үлгі бол, тарихта қал. Баспен ойланып, саусақ қимылдатып қана мыңдаған қара жұмысшыны істетіп, олардан 1000 есе көп табыс табуға болады. Ал сен қай тапта болғың келеді? Таңдау өзіңде. Тек өзіңе, идеяңа, біліміңе инвестиция сал. Ішкі потенциалыңды дамыт. Ешкімге ұқсама. Ерекшелік пен қажеттілікті ізде. Кез келген салада, өмірде, өнерде, бизнесте және саясатта биікке жеткің келе ме? Ендеше халыққа қажет бол. Әрі қажеттілердің арасында өзгеден дара ерекше бол. Егер сен бір жұлдыздың, бір миллионердің өміріне қарап қызықсаң,
оның табысына қызықсаң, ол сияқты өмір сүргің келсе, есіңде болсын, оның өткен өміріне, қалай еңбектенгеніне, жетістік жолындағы қиындықтарына қара. Оның әрбір долларының астында ұйқысыз түндер, еңбекке толы күндер, үнемі ізденіс, маңдай тер, тәуекел мен құрбандық жатқанын ұмытпа. Оның жетістігін ғана көрме, қателігін, проблемаларын, оны қалай шешкенін көр. Оның бүгінгі бақыты мен өзіңнің болашақ бақытыңды салыстыратын болсаң, және соған жеткің келсе, міндетті түрде өткеніңді де салыстыр. Ұқсамай ма? Сенің болмашы проблемаларың оның проблемаларының қасында түкке тұрғысыз ба? Онда қорқақтап, бос қиялдап жата берме. Мақсат қойда проблема ізде. Проблема үнемі болады, болуы қажет. Одан қашпа. Проблемалы шаруалар ешқашан бітпейді. Шаруаң бітеді. Қай күні? Шаруаң біткен күні. Қане, ойлан, проблема ізде, соны шеш. Бұл болашақтағы үлкен жетістігіңе дәл қазіргі алғашқы қадам. Бір ғана кішкентай қадамнан баста. Бастау істің жартысы. Қане, баста.